Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Біз мінекей мынандай гамак алған болатынбыз да. Гамактың ішінде өзі гамак, мында арқаны жүреді, біз алдында ойнап кішкене. Гамактан бөлек бізге тағы да керек болатын заттар бар. Қазір оны толығырақ айтамын. Ал сіздер әзірге подписка жасап, лайк басып кетіңіздер. Мінекей осындай гамак, кішкене штордың түсімен сәйкес келетіндей. Бұл жерде мына темір қолданылатын. Және де бізге қазір керек анкерлар керек болады. Мына жерге мына жерге тесіп атсам, стенада арматура болып қалды да, үстінен тағы екінші тесік тесуге тура келді. Сөйтіп, қазір біз анкерларымызды алайық. Анкерлар осындай болады. Бізге бұл анкерді қағу үшін балға немесе осындай бір темір құрал керек болады. Осы құралмен біз қағамыз. Және де міндетті түрде анкерді қысуды ұмытпаймыз. Және екіншісін қағып болғаннан кейін осылай оны да дәл біріншісі сияқты дұрыстап тұрып тартамыз. Өйткені ол да босап кетсе жерге үңқ етіп құлап түсесіздер. Білмеймін, ойын айтам. Қалай құлайтыныңыздарды білмеймін ғой. Үңқ етесіздер ма? Жай ғана жалп ете түсесіздер ма? Біз бұны жаңағыдай мындай карабиндер болады. Комплектінде екеуі, мен біреуі машинада ұмытып кеттім. Осылай карабин тарта саласыздар. Екінші жағына да осылай істесеңіздер болады. Мынаны мен егер сіздер бұлай жақынырақ немесе алысырақ тартып, өзіңіз биіктігін өздеріңіз реттеп аласыздар. Ол әркімге қандай биіктік керек екенін өзі шешеді. Байлап аласыздар да. Мысалы, мынау маған төмен болады, бірақ мен балаларыма дәл болады. Осылай балалар ойнауға құлап түсуді жақсы болады. Ұйықтап қалуға да болады екен бұлай жатып. Тамаша. Егер осындай гамак алғыларыңыз келсе, негізі хабарлассаңыз, орнатып беремін бірге. Орнатып, істеп. Бұлай аунап түсіңіз, жерге жақын түсесіз да, бірақ та бұдан аунап құлап түсу қиын. Бүйтіп аунап құлап түсу оңай деп ойласаңыздар, бүйтіп кәдімгідей күш саласыз. Мына тіреп тұр ғой, биіктік болып, сол үшін құласаңыздарды, бірақ мұндай биіктіктен ештеңе етпейді. Бірақ егер сіз мына жағын тартсаңыз, ол көрдіңіз, ол қалай біраз көтеріліп қалады. Қарағандарыңызға рахмет. Осылай. Және де мен қазір келесі видеоны қараңыздар, келесі видеоны міндетті түрде үйде бұндай сатып алмай-ақ, үйде қалай істеу керек екенін көрсетемін. Рахмет. Тіркеліңіздер.